Бүгінде жұмыспен қамту орталықтарына да сандық технологиялар енгізілуде. Мәселен, Қызылжар ауданындағы осындай орталықта мамандар келушілерді электрондық кезекпен қабылдап, оларға бір терезе қағидаты бойынша қызмет көрсетеді. Нысанды заманауи жабдықтармен жарақтау үшін жергілікті қазыналардан 3 миллион 200 мың теңге жұмсалыпты. Қызылжар ауданы облыста халқының саны бойынша көш бастап тұр. Тиісінше осы аудандағы жұмыспен қамту орталығының жұмыс жүктемесі өзгелеріне қарағанда анағұрлым жоғары. Күн сайын орталық мамандарына түрлі сұрақпен 40-қа жуық адам жүгінеді. Араларында жаңа мамандық игергісі келетіндер де бар. Солардың бірі Александр Дедов. Қолында автомеханик дипломы болғанымен Боголюбованың тұрғыны жұмысы жүр. Ол нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының шарттары туралы білмекке келіпті. Позвонили с центра занятости по поводу... Жұмыспен қамту орталығының мамандары маған қоңырау шалып, қысқа мерзімді курстан өтуге ұсыныс жасады. Электрші немесе дәнекерлеуші мамандығын меңгеріп алсам деймін. Маған 3 айлық курстан өтесің деді. Жолақысы, тұратын орны мен тамағы тегін екен. Мен оң шешім қабылдадым. Орталыққа келушілерге сапалы қызмет көрсету үшін мұндағылар 3,2 миллион теңгеге материалдық техникалық базасын жаңартыпты. Осылайша мамандардың ісі анағұрлым жеңілдеген. Олар тұрғындарды электрондық кезекпен қабылдайды. Жақында мұндағылар жергілікті халыққа бір терезе қағидаты бойынша қызмет көрсете бастапты. В центре занятости у нас работает 8 специалистов. Орталықта 8 маман бірнеше бағыт бойынша жұмыс істейді. Келушілерге бос жұмыс орындарын ұсынады. Шағын несие рәсімдеуге қажетті құжаттар жинауға көмектеседі. Оқығысы келген азаматтарды қысқа мерзімді курстарға жолдайды. Бүгінде экономикалық белсенді тұрғындардың ортақ базасы бізде және әрбір селолық округте бар. Сол арқылы апта сайын жұмыссыздар санына мониторинг жүргізіледі. Өткен жыл ауданда жұмыссыздық деңгейі 0,6%-ға төмендеген. Алайда қазіргі таңда Қызылжар ауданы бойынша 1000-ға жуық адам жұмыссыз ретінде тіркелген. Осы тұста айта кетейік, қысқартуға лейіп қалғандарда орталыққа жүгіне алады. Оларға тұрақты жұмыс орындарын тапқанша, яғни 6 айға дейін әлеуметтік төлемдер аударылады. Жәрдемақы бұрынғы жұмыс орнындағы жалақының 40%-ын құрайды. Берік Қасен, Рустам Төлеужанов, муниципалдық телеарна.